Қайырлы күн достым. Бүгінгі видеода жалпы өзгеру барысындағы кездесетін негізгі 4 кедергімен бөліскім келеді. Барлығымызда бір нәтижемізді өзгерткіміз келеді. Мысалы, біреу кітап оқысы келеді, бірақ әлде басталмай жүреді. Біреу ерте тұрып таңғы дәстүр жасағысы келеді, жаттығулар, оны жасай алмай жүреді. Немесе бастап тастап кетіп жатады. Міне осы тұрғыда негізгі кездесетін 4 кедергі бар. Атап өтетін болсақ, бірінші ол білімнің жетіспеушілігі. Мысалы, қазіргі сенің нәтижең барлығы ол сенің осы күнде алған біліміңе байланысты. Егерде сенде дұрыс білім, пайдалы білім болса, мүмкін сенде нәтиже басқаша болар еді. Ал сен осы күнде алған біліміңнің нәтижесін қазір сен көріп жүрсің. Ол бірінші кедергі. Екінші кедергі ол мотивацияның жоқтығы. Сенде құлшыныс жоқ бір алға қарай жету деген. Мысалы, сенде бір жаттығу жасап, жаттығудың нәтижесін егерде сен күшті сезінетін болсаң, ол саған құнды болса, сен оны істеп кетер едің. Сондықтан сенің мақсаттарың әлі сені құлшындырмайды. Сенде мотивация содан болмайды. Үшінші негізгі кедергілердің бірі ол жүйелі амал ету стратегияның жоқтығы. Ол не? Мысалы, сіз бір істі бастайсыңыз, тастап кетесіңіз. Ол неден болады? Ол көбінде, мысалы, су бір орынға тамый тасты теседі дейді ғой. Сол секілді бізде тұрақтылық жоқ. Тұрақты болу үшін сізде жүйелі амал болу керек. Сол сіздің жүйелі стратегия болатын болса, күнде істеу арқылы сізде нәтижеге шыға бастайсыз. Ал көбінде, мысалы, жүйелі болмағандықтан бір нәрсені бастайды, бірақ қате бастағаннан кейін, оның нәтижесі оған ұнамайды, сосын ұнамағасын өзіңе көңілің толмайды да, сосын не істейсің, тастап кетіп жатасың. Ал егерде жүйелі түрде бір ұстазбен, немесе бір ұстаз болып, немесе бір орта болып, немесе бір эксперттің дәл қадамдарымен істейтін болсақ, онда бізде жеңіл болады. Мысалы, не секілді ғой? Мысалы, мұз төбеге жүгіріп баратын болсақ, және де орта жолда тұратын болсақ, біз төмен қарай кетіп қаламыз. Сол секілді. Мысалы, менде мынандай тәжірибе болды. Бірнеше рет Құранға түскен кездерімде болды, бірақ күнде оқымағанның қырсығынан мен істедім, ұмытып қалдым. Сосын бергеректе тағы да бір бастаймын, күнде оқып жүремін, где-то 1-2 апта бастаймын, оқып жүремін, бірақ кейін қайтадан қойып кетемін. Бір маңызды шаруалармен бір ұмытып кетесің тағы. Сөйтіп 2 апта дайындалған сенің жаңа жаттығуың барлығы не істейді? 0 болады да. Белгілі бір 2-3 айдан кейін сол жаңа жаттағанның көп болса бір 2-3% басында қалады, қалған бәрі ұмытылып қалады. Сол секілді білім бұрында тұрмайды, не ол өседі, не ол өшеді. Сондықтан жаңа чайник қойғандай, чайникті газға қойғанда ол 100 градусқа келгенде қайнап бастайды. Сол секілді бір істі бастағанда 100 градусқа дейін апара алмаймыз. Көбінде 70-80-ге апарамыз да өшіріп тастаймыз. Сосын ол несе суып кетеді. Біздің білім, дағдымыз бәрі ұмытылады, суып кетеді. Сол секілді бір істе тұрақты болу керек. Ең бізге қажетті дүние ол тұрақтылық, дисциплина, тәртіп керек бойға. Мысалы, мен танитын ең әлемдегі үлкен маркетологтардың екеуі де сол тұрақтылықпен танымал болып кетті. Біреуі Рассел Брансон деген, ол 1 жыл тоқтамай аудио подкаст жүргізді. Өзінің кәсібі туралы ақыл кеңестер айтты, өзінің оқыған ойларын айтты. Сөйтіп 16-шы подкастта бар, ол сезінді адамдарға қажет екенін. 16 подкастқа дейін ол өзін бір түрлі әлі ешкім тыңдамайды деген бір сезімде болды, бірақ қойған жоқ. Күнде айту барысында оны жаңаға халық нестеді, қолдап бастады, сосын сұрай бастады, осындай тақырыпта айт, осындай тақырыпта деп ары қарай жүріп кетті. Екіншісі Вандерчук 4 жыл тоқтамай бір өзінің кәсібінде, ол жаңағы винодел болды, жаңағы арақ бар ғой, вино. Соны күнде жаңағы қасиеттерін айтып, күнде соны 3-4 жыл тоқтамай видеосы бар. Күнде түсіру арқылы не істеді? Күнде маркетингтік құралдарды қолдану арқылы ол танымал болып кетті. Ода тұрақтылық болды. Міне сол секілді бізде де бойымызда тұрақтылық болу керек. Жүйелі амал болу керек, стратегия. Төртіншісі ол бізде орта. Ең бізге тағы әсер ететін ол орта. Біз көбінде амал етеміз, бірақ тоқтап қаламыз да. Көбінде тоқтайтын себебіміз, көбіміз айналамызға қараймыз. Мысалы, таныстарымыздың жалпы көпшілік айналадағы 90% олар қарапайым өмір сүреді. Оларда аңсаған үлкен армандарына амал етпейді. Сондықтан бізде соларға қарап
анау да жаттығу жасамайды, анау да кітап оқымайды деген секілді бізде соларға не істейміз, ұйықсай бастаймыз, біз баяулап бастаймыз. Сондықтан бізге құлшындыратын орта керек, ұстаз керек. Енді осы 4 кедергіден қалай шығамыз, 4 кедергіден қалай өзімізді алып шығуымыз керек. Бір-екі кеңес айтайын. Біріншісінде ол, егерде өзің күнделікті қазіргі амалың жасайтын болсаң, нәтижең сондай болады. Эйнштейннің өзі айтқан, күнде істеп жүрген нәрсеңді істеу арқылы басқа нәтиже күту ол ақымақтық дейді. Ол расында солай. Сен қазіргі біліміңмен қазіргі амалдарыңды күнде қайтып істеп жүрген амалыңды жасайтын болсаң, сенде жаңа нәтиже күте алмайсың. Сондықтан не істеу керек? Білім алу керек та. Тек білім алып қоймай, бізге көбінде жаңа бойымызда кері әдеттер бар, еріншектік бар да, олардың барлығын жоқ қылу үшін бізге деген жүйелі стратегиялық амал керек. Ал стратегиялық амалды бізге тек эксперттер, ұстаз, коуч бере алады. Енді коуч деген кім? Коуч жалпы бізге жақсы көмектесе алатын адам. Ол мысалы қолдау көрсетеді, және де ол түсінік береді ашық сұрақтар арқылы да, және де ол жоспар жазғызады және қадағалайды. Міне көбінде адамға жетіспейтін дүние осы 4 дүние да. Соның ішінде қадағалау. Енді өзіңізді өзгерткіңіз келсеңіз, жаңағындай біреуге қадағалаушы таңдап, және де жетістік формуласын қолданып, жетістік формуласында не дейді? Бірінші мақсатыңды айқында, қай жаққа барғың келеді, Б нүктеңді. Екінші, сол Б нүктеге жеткен адамдардың тізімін жаз, 3 адам немесе 5 адам. Солардың амалдарын стратегия құрда амал етіп қайтала, сосын анализ жаса, сосын қайтан корректировка, қайтан жоспар, қайтан амал. Міне ар жағы grow деген тәсілмен алып кетесің. Ал егерде оны әлі білмейтін болсаңыз, осы видеоның астындағы сілтемеге өтіп, осы видеоны қарап отқан жақсы 10 адамға тегін коуч сессия беруге дайынмын. Тегін коуч сессияда біз жалпы сенің қазіргі ситуацияңды айқындап, және де алға қарай жаңағы жүйелі амал етуге стратегия құрамыз, жоспар құрамыз. Және де егерде келісіп жатсаңыз, мен коуч ретінде сізге қадағалаушы бола аламын. Егерде осы видео ұнап жатса, лайк басыңдар, достарыңызбен бөлсіңдер, және де тегін коуч сессия өтем десеңіз, егерде ютубтан қарасаңыз, астындағы сілтемеге өтіңіз, егерде инстаграмнан қарасаңыз, профильдегі сілтемеге өтіп, сұраныс тастасаңыз болады. Көріскенше достар.